Трейдинг дегеніміз не, және де трейдингтің казинодан қандай айырмашылығы бар? Мен Олжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті, дәл қазіргі уақытта осы тақырыпты сіздермен ашатын боламыз. Жалпы трейдинг деген ол онлайн сауда-саттық алаңы. Жалпылама түрде 4 биржаны қарастыру арқылы трейдинг деп толыққанды қамтылып айтылады. Жеке бір биржаға ғана қатысты емес. Ол жерде 4 биржа қарастырылады. Біріншісі акция, яғни қор биржасы, акциялар мен құнды қағаздар, сіздер білетін Apple, Tesla сияқты, Amazon, Alibaba, Pinduoduo сияқты танымал компаниялардың құнды қағаздарын алып сату алаңы биржасы. Екіншісі ол Forex нарығы, яғни валюталық нарық болып табылады. Мынау қазіргі уақытта тренд болып жатқан алтын мен доллар баға айырмасы сол валюталар нарығында сауда-саттыққа түседі. Үшіншісі ол криптовалюта нарығы, ол биткоин, эфириум сияқты танымал трендтегі монеталарды жаңағыда алып сататын, яғни сауда-саттық жасалатын алаң. Төртіншісі ол шикізаттар сауда-саттыққа түсетін биржа болып табылады. Жалпылама трейдинг осы бір 4 биржаны қамту арқылы жалпылама түрде трейдинг деп аталады. Ол трейдинг тек қана қор биржа емес, ол трейдинг тек қана Forex нарығы емес, ол трейдинг тек қана криптовалюта ғана емес. Енді трейдинг пен казиноның не айырмашылығы бар? Егер де сіз нарықта дұрыс емес нарықты таңдайтын болсаңыз, және де ол жерде дұрыс емес брокерлер таңдап сауда-саттық жасайтын болсаңыз, және де тек қана сіздің мақсатыңыз спекулятивті сауда болатын болса, онда ол биржаны казиноға айналдыруға болады. Жалпы трейдингті казино деуге келмейді. Неге? Себебі ол жердің өзінің дұрыс білімі болатын болса, және де ол жерде физикалық түрде жұмыс жасалмағанмен, мынау мимен жұмыс жасалатын өзінің жұмыстары бар. Яғни ол анализдер бар. Мысалы, біз қор биржаларымен сауда-саттық жасаған кезде міндетті түрде фундаменталды және техникалық анализдерді жасау арқылы нақты қандай акцияны, яғни активті сатып аламыз, соны шешетін боламыз. Солай ғана дұрыс анализбен, дұрыс еңбекпен, дұрыс біліммен, физикалық түрде қандай да бір жұмыс жасалмаса да мимен жұмыс жасалып, нақты сіз қандай дүниені сатып алайын деп жатқаныңызға анализ жасап еңбек ететін болсаңыз, онда ол мүмкін ешқандай да казино болмауы әбден мүмкін болып табылады.